Мен 10-шы А сынып оқушысы Қайырғали Нұрсая. Бүгінгі біздің презентациямызда болашақ мамандығы Smart House дизайнер туралы айтатын боламыз. Бүгінгі презентацияда Smart House дизайны не екенін айтамыз, және де Smart House дизайнеріне қойылатын талаптар мен мамандықтың маңыздылығын түсіндіретін боламыз. Мен 7-ші В сынып оқушысы Темирхан Алихан. С появлением интернета умные домашние устройства становятся все более распространенные в современных домохозяйствах. В результате растет спрос на профессионалов, которые могут проектировать и внедрять эти системы. В ближайшие 20-30 лет в нашем обществе не только хозяйственные устройства, а сам дом будет способен самоуправлять освещением, водоснабжением, отоплением, вентиляцией и кондиционером. Этот дом будущего благодаря самоуправлению сможет обеспечить безопасность и контроль дома даже в отсутствие хозяина в долгое время. Это означает, что дом будет подключен к интернет-серверам и сможет предотвратить пожарные или чрезвычайные случаи. Даже элементарно в хозяйстве дома Smart Dom может вам предлагать разные рецепты блюд и регулировать процесс кулинарии и адаптировать температуру и влажность дома соответственно вашему усмотрению. Соответственно, каждый человек не сможет урегулировать программное обеспечение Smart дома, поэтому мы нуждаемся в профессии Smart House дизайнера. Smart House дизайнер – это профессия, которая запрограммирует ваш дом с интеллектуальными счетчиками, который сам сдаст коммунальные услуги за вас. Кроме того, как я сказал выше, он может обеспечить дом системой контроля и безопасности. Smart House дизайнеріне қойылатын талаптар туралы айта кететін болсақ, ол ақылды үй дизайнер ретінде сіз үйді автоматтандыру технологияларын, соның ішінде ақпараттық құралдарды бағдарламалық қамтамасыз етуді және желілерді терең түсінуіңіз керек. Сіз Z-Wave, Zigbee және де Wi-Fi секілді смарт үйлерде қолданылатын жүйелер мен протоколдармен таныс болуыңыз керек. Келесі талап, сіз әрбір клиентіңіздің қажеттіліктері мен қалауларына бейімделген смарт үй дизайнның инновациялық идеялары мен шешімдерін ұсына алуыңыз керек. Технологияны үйіңізге кедергісіз біріктірудің шығармашылық жолдарын таба алуыңыз керек. Мысалы, сіз өз клиентіңіздің жасына, талғамына, денсаулығына қарай смарт үйді жүйелеп беруіңіз шарт. Келесі талап, сіз клиенттермен, мердігерлермен және де жобаның басқа да тараптарымен тиімді, жақсы қарым-қатынаста болуыңыз керек. Сіз олардың қажеттіліктері мен мәселелерін тыңдай білуіңіз керек, және де техникалық терминдерді оларға түсінікті тілге аудара алуыңыз керек. Қазіргі таңда технологияның үздіксіз дамуы құрылыс жүйелері мен күнделікті тұрмысымызға жоғары дәрежеде енгендіктен, алдағы уақытта ақылды үй дизайнерлері үлкен сұранысқа ие болатыны сөзсіз.